мына диплом өмірде түк те керек емес екен, жай ғана қағаз екен, оқып керек емес, дипломды сатып алса да болады деп кейбір адамдар ойлайды. Мен 14 жылдық тәжірибемде үлкен компанияларда, корпорацияларда жұмыс жасадым, және бұл диплом маған өмірде шынымен де керек болды ма, керек болмады ма, қазір толықтай жауап беретін боламын. Ең алдымен мен өзім сабақты өте жақсы оқыдым. Менде диплом GPA өте жоғары, және магистратура болашақпен тоже оқыдым. Қазір сізге бәрін көрсетемін. Бірінші аттестатты көрсетейін. Аттестат менде 4 пен 5. Мінекей барлығы 5 және 4 өте жақсы бағалар. Қызыл емес, бірақ ол маңызды емес. Қазір мен сізге бәрін түсіндіремін. Дипломда қарайтын болсаңыз, ең бастысы мына GPA деген. Қараңыз, GPA менде 3-те 6. Да? Өте жақсы оқыдым сабақты. Және де университет бітіргеннен кейін мына магистратураға шетелге болашақпен оқуға түстім. Одан бөлек мен көптеген олимпиадаларға қатыстым. Республикадан орын алдым және международный олимпиададан по программированию орын алдым. Қазір дәлел ретінде көрсем, мінекей республика олимпиадасынан орын алдым. Бүкіл Қазақстан бойынша бүкіл оқушылардың арасынан орын алдым да мен деген. Бұл өте жоғарғы жетістік. Және де международный олимпиададан тоже по программированию 2-ші орын алдым. Одан бөлек мына областной олимпиададан тоже по программированию 1-ші орындар алып жүрдім да, 9-ші класс, 10-ші класс және 11-ші класс. Осының барлығы маған өмірде жұмысқа кіруге көмектесті ма, жұмыста пайдасы болды ма? Қысқа жауап, иә, пайдасы болды. Ал ұзын жауап қазір 7 пунктпен мен сізге түсіндіретін боламын. Не үшін бұл қажет болды? Не үшін сіз университетте жақсы оқуыңыз керек, мектепте жақсы оқуыңыз керек? Енді тәжірибеме келетін болсақ, мен 14 жылдық тәжірибем бар. Үлкен компанияларда жұмыс жасадым. Қазақстанда Теңгишевройл деген мұнай және газ компаниясы бар. Сол жерде жұмыс жасадым. Қазір шетелде Катар елінде Катар Energy деген компанияда жұмыс жасап жатырмын. Яғни менің карьерам өте жақсы дамыды. 14 жыл мен өте жақсы компанияларда жұмыс жасадым. Енді сізге 7 кеңесімді берейін.